Орыс пен Украин соғысында өте бір шешуші кезең. Украиндер орысты бұрышқа тықты. Ресейдің әскери қару-жарақ өндірісі тығырыққа тіреліп, барар жер басар тауы қалмай, енді солтүстік Корейден қарулар сатып алуға мәжбүр болды. Бұл туралы Американың республикашылдары менен демократтарының медиалары қатарынан жазып жатыр. Тіпті бірі құптап, бірі терістеп, бірі талқылап, бірі расқа шығарып, бірі теріске шығарып, енді Ресейдің басындағы осы сұмдық жағдайда талқылап жатыр. Ресей әлемдік екінші үлкен қару-жарақ өндірісі бар мемлекет, екінші үлкен әскери мемлекет, әлемдегі Америкамен тірес алатын бірден бір жаңағы Америкаға шамасы жетпесе де, сол Америкаға қауіп төндіре алатын деңгейдегі бірден бір әскери қуатты ел Ресей енді әлемнің ең артқы қатардағы ең кедей елі солтүстік Корейден қару алуға мәжбүр болып отыр. Бұл енді шын мәнінде өте сұмдық, өте масқара жағдай. Осы мәселе бойынша енді сіздерге осы халықаралық ақпараттарды біраз жінтіктеп, жіліктеп, сараптап, саралап түсіндірейік. Бізбен бірге болыңыздар. Кешірім өтінем, мына жақта шөп қырып жатыр ма бір бәле. Дауысым жақсы естіліп тұрма, интернет шуыл болып тұрма, жазыңыздаршы. Дауыс жақсы естілсе жақсы деңіздер, шуыл көп болса басқа жерге жылжып сөйлейін. Әлгінде енді бастай бергенде қасыма кеп шөпті қырды дағы, дереу өшіре қойғаным сол. Егер дауыс жақсы естіліп тұрса, онда бастайық. Ой, мынау да қоймай қойды ғой. Тура менің лекциямды аңдып. Естіліп тұрма, жақсы естіліп тұрма, шуыл жоқ па? Мен мына шуылға, иіске мазам кететін адаммын ғой. Болды онда. Жақсы естіліп тұрса мен кеттім онда. Жақсы онда әңгімемізді бастайық онда. Екі ақпаратымыз. Бірі солтүстік Корейден қару алу мәселесі Америка медиаларында неге талқыға түсіп жатыр. Американ медиаларын кешеден бері ары оқып, бері оқып, миым жетпей қалды. Содан бір ойға келдік. Осы Қытайдың блогерлері не дейді екен деп, Қытайдың блогерлерін тыңдадым. Сөзсем, Америкада тұратын Қытайдың блогерлері бұл Американың медиасында айтылып жатқан Ресей енді қару-жарақ өндірісі жағынан әбден тығырыққа тіреліп, енді солтүстік Корейден қару алып жатыр деген бұл мәселенің артында Америка біліп отыр, ол қарулар әсілі Қытайдың қаруы. Қытайдың қаруын солтүстік Корейге беріп, солтүстік Корейден Ресейге тасымалдап жатыр дейді. Ал солтүстік Корейдің диктаторы оған келісіп отыр дейді. Себебі ол онсыз да 40-50 жылдан бері солтүстік Корей санкцияның астында, шетелдің бұндай қыспақтарынан олар әбден тығырыққа тіреліп отырған ел. Қытай оған тиісті ақшасын беріп отыр, орыс оған біраз делдалдық, посредниктік ақшасын беріп отыр. Сонымен солтүстік Корей бұл қару-жарақ саудасында Қытайдан қаруды алып, Ресейге сол Корейдің қаруы сияқты қып беріп, сөйтіп ашық-ашкере тасымалдап отыр. Осы мәселе бойынша былайша айтқанда Қытай өзі тығылып отырып, орысты қолдап отыр дейді. Ал енді Американың медиалары туралы жаңағы Америкада Қытай саяси сарапшыларының көзқарасына мен де келісіңкіреп отырмын. Себебі олардың бірнеше анализі бар. Америка жаңағы ірі медиаларының өзінде бұны талқылап, бұл Ресей мен солтүстік Корея ортасындағы бұл қару-жарақ алым берімінің ар жағында Қытай тұрғандығын Америка білетіндігін, Қытайға аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп Қытайға ескерту беріп отырғандығын, осы арқылы Американың ресми медиаларында бұл ақпаратты көтеріп, Қытайға біз бұл бизнестеріңді біліп отырмыз, ендеше
білмейді екен деп қалма деген ескерту беріп отыр деп анализ жасайды. Бұған мен 100% келісіп отырмын. Бұл бір. Екінші, бұл саяси сарапшылардың пікірінше Солтүстік Кореяның қару-жарақтары туралы кәдімгідей өте көп ақпараттарды беріп отыр. Мысалы, жаңағы зымырандардың, түтіктен атылатын қарулардың, олардың 22 сантиметр, 24 сантиметрлігі, Ресейдің ол қаруларының қанша сантиметр екендігі, ол Солтүстік Корея өндіретін қарулардың жаңағы зор көлемде заводтық өндіріс емес екендігі, олардың былайша айтқанда ол қаруларды мол көлемде шығара алмайтындығы, көбі Қытай мен Ресейдің қару екендігі, ал Қытайдың оған тым жаңағындай Ресейге керекті қаруларды Қытайдың да оған сеніп бере алмай, тек бір 70-80 жылдардың деңгейіндегі қаруды беріп отырғандығы туралы өте көп ақпараттар берді. Тіпті ол қарулардың қанша километрге атылатынына дейін айтты. Енді мен бұл жерде қару-жарақ саласында ондай көп біле бермегендіктен мен бұл мәселеде өйтіп айтпай ақ қояйын. Оны аударып миллиметрін айтып бастарыңызды ашытқанда не істеймін. Енді ұзын сөздің қысқасы, Солтүстік Кореяде дәл Ресейдің қазіргі Украин соғысында украиндердің қолындағы Американың Хаймарсына қарсы тұра алатындай қару жоқ дейді. Американың Хаймарсына тоса алатындай, немесе Украинға кәдімгідей шығын келтіре алатындай қару тек Қытайда бар деп отыр. Солтүстік Корея ондай қаруды өндіре алмайды, ондай технологиясы жоқ. Бұл қарудың бәрі Қытайдан келіп отыр. Ал Америка бұл бизнесті біліп қойып, енді Қытайға ескерту беріп отыр. Былайша айтқанда, болды осыменен тоқта деп. Себебі кеше Американың бір медиасын жаңағы түнде көргенімізде, Америка жақ бұл бизнестің ресми жүргендігіне де толық көз жеткізу қиын, бірақ бұл бизнес алда жүруі мүмкін деген сияқты нәрсе жазып отыр. Демек, бұл әңгіме Американың ірі медиаларына жайдан-жай шықпайды. Қысқасы, жел шықпаса шөптің басы қозғалмайды. Бұл екі бастан анық болып тұр. Енді бірі, Солтүстік Кореяның Қытаймен байланысатын құрлық шекарасы, темір жол бекеті, кедені бірақ жабулы дейді. Қытайда ауру тарағаннан бері Солтүстік Корея тарс еткізіп оның бәрін бекіткен дейді. Тас жол бекітілген дейді. Яғни Американың спутниктен, жасанды жер серігінен бақылайтын бүкіл құрылғылары оны көріп отыр. Солтүстік Корея менен Қытай ортасында қазір темір жолменен немесе автожолменен ондай зор көлемде қару-жарақ тасымалдауы мүмкін емес деп отыр. Себебі шекара жабық, және Америка бақылап отыр. Ал енді бұл қару-жарақ қайдан келуі мүмкін? Ашық теңізден. Солтүстік Кореяның ашық теңізінде Қытайдың жаңағы бейресми кемелері, әскери емес кемелері жаңа шекарада бір-бірімен ауысады, немесе Қытайдың кемесі басы бүтін сол қару-жарақ тиеген беті Солтүстік Кореяге сатылады, Солтүстік Корея алады да оны өзгертіп өзінің туын шаншып Ресейге сатады. Бірақ бұл да Американың спутниктік бақылауында болады деп отыр. Демек, қалай болмасын Ресейдің қару-жарақ өндірісінде әбден тығырыққа тіреліп, Кореядан қару алғаны белгілі болып отыр. Бұл бір. Екіншісі, кешегі анализшілердің ақпаратын тыңдап отырғанымызда білгеніміз, дәл қазір Хаймарске қарсы тұра алатындай, Украинаның қолындағы түріктің және Еуропаның дрондарына қарсы тұра алатындай мүмкіндік тек Қытайда бар дейді. Себеп Қытай Африкаға, Сирияға, соғыс болып жатқан Орта Шығысқа, және мынау Латын Американың мынау бандиттік мафиялық құрылымдарына сатып отырған жеңіл типтегі және орта типтегі қарулардың барлығы сол Қытайдың технологиясы дейді. Және Қытай дүниеде қазір заңсыз қару-жарақ бизнесінде сол Американың өзінен, әсіресе заңсыз кәдімгі тіркелмейтін жаңағы кемелерге тиеп алып, Сомалидің қарақшыларына, Африканың бандиттеріне, мафияларына, соғысып жатқан, қырық пышақ болып жатқан елдердің бәріне, мынау есірткі мафияларының бәріне сатып отырған қарудың бәрін Қытай өндіреді дейді. Және әлемдік қара маркетте Қытай ол калибрлы қарулардың қандай болса да бізге заказ бер, соның бәріне лайықтығы оқ-дәріңді жасап, ататын түтікшеңді де, жылжымалыңды да, көлікпен жүретініңді бәрін жасап береміз деп Қытай кәдімгі ашық жарнама беріп отыр дейді. Енді осыдан ақ Ресейге керекті қаруды
Қытай жасап, Корейдің қолыменен Ресейдің қолына жеткізіп отырғаны қазір белгілі болып қалды. Бұдан екі нәрсе білеміз. Бірі, Ресейдің қару-жарақ өндірісі, бизнесі, қару-жарақ индустриясы, қару-жарақ өнеркәсібі бітті. Екіншісі, бұндай ақпараттың шығуына Ресейде мүдделі болып отыр. Себебі Қытай қазір өзінше official түрде, официальный түрде, ресми түрде біз Ресейді қолдаймыз деп ашық айтпады. Бірақ Ресей мен Қытайдың одақтастығы Олимпиаданың алдында жоғарыда жоғарғы шегі жоқ, төменде төменгі шегі жоқ. Бүкіл деңгейде, бүкіл көлемдегі істестік, ең жоғарғы деңгейдегі істестік деді. Сол кезде Қытайдың сыртқы істер министрі Ван Иден сұрады. Сонда сіздер әскери одақтастық болдыңыздар ма дегенде жауап бере алған жоқ. Яғни Ресей Қытай бейресми әскери одақ болып тұр. Ресми одақ болмай тұр. Ал Ресей Қытайдың бейресми әскери одақтығын әшкерелеуге, Қытайды да өзі батқан батпаққа батыруға, сөйтіп Қытайды да ашық-ашкере Америкаға, Еуропаға қарсы айдап салуға Ресей мүдделі болып тұр. Оған бір дәлел, Ресейдің Қытайдағы елшілігі Ресей медиасында жазылған бір ақпаратты бөліседі. Қытайдың жаңағы әлеуметтік желісінде Ресейдің елшісі бөліседі. Онда бітеді. Қытай берген дрондардың мықтылығы соншалық, ол дрондарды атып түсіруге Украина бір зымыран қолдануға мәжбүр болды дейді. Бір дроныңыз білесіздер өте арзан тұрады, ал зымыраныңыз өте қымбат тұрады. Сонда былайша айтқан кезде бір тал масаны өлтіру үшін зеңбіректен оқ атқан сияқты әңгіме ғой. Бір зымыран, бір ракет атып, бір масаны өлтірген сияқты әңгіме де. Ал бұл жердегі әңгіме Ресейдің не Қытайдың дрондары мақтап отыр дегенде, Қытайдың дрондары қазір сол Украинаның қолындағы Еуропаның және түріктің дрондарынан да функциясы артық болатын, немесе тепе-тең болатын, Украинды кәдімгідей әуре сарсаңға салатын бірден бір дрон жер бетінде қазір Қытайда ғана болып отыр. Және Қытайдың дрондарының жаңағы өзі тек қана барлаушы, камерамен ғана барлаушы емес, ол кәдімгі мына жерде мынандай координатта мындай қару бар деп кәдімгі видео, фото, дыбыстық ақпарат жеткізуші емес, ол кәдімгідей бір өзі бірнеше мәрте жаңағы жеңіл типтегі жарылғыштарды жарып жіберетін, тіпті өзін-өзі жарып жіберетін деңгейдегі мүмкіндігі бар болып отыр. Ал Қытайдың дронын Ресейдің мақтауы, оны Ресейдің Қытайдағы елшілігінің бөлісуі, яғни Қытай мен Американың, Қытай мен Еуропаның ортасына от жағып, Қытайды енді жаңағы тығылып, жасырынып, Ресейдің жақтасы болғаннан гөрі ашық-ашкере Ресейдің жақтасы болып, дүниені қақ екіге, ақ пен қараға, оң мен солға қақ екіге айырып, міне Ресей Қытай одағы менен Америка Еуропа одағының ортасындағы кәдімгі ашық-ашкере жауластыққа әкелмекші. Ресей оған мүдделі болып отыр. Міне біздің бүгінгі анализіміз Украина туралы осы. Ал Қытай бүкіл жаңағы Латын Американың есірткі мафияларын, күштік құрылымдарын, оңтүстік шығыс Азиядағы есірткі мафияларын, соғысып жатқан Африкадағы әскери милитаристерді, Сириядағы әскери топтардың бәрін қаржыландырып отырған Қытайдың бұл қылығы енді бұндай дрондық қарулар менен, бұндай жарылғыштық рокет, зымырандық қаруларды тек Қытайдың ғана дәл қазір Ресейге көмектесе алатын бірден бір күш екендігі қазір бүкіл дүние жүзіне белгілі болып тұр.